Қайырлы күн достар, жазда шөліңізді қандыратын дәл ресторандағыдай шығатын мохито дайындаймыз. Бұл ешқандай сиропты қажет етпейді. Газдалған сусынның да кез келген түрін қолданасыз. Спрайт минералка немесе мастер мохито. Алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше бірге дайындайық. Кеттік. Бізге керегі 1 лимон, 1 апельсин, 1 лайм керек болады. Барлығын осылай ортасынан бөліп аламыз. Негізінде бізге апельсин міндетті емес, мен ерекше дәм беру үшін қосамын. Жарты бөлігін осылай алып қаламыз. Қалған жарты бөліктерін сыртын тазалап аршып, апельсин мен лимонның тек қана жарты бөліктерін пайдаланамыз. 1 лимонымызды түгел қоссақ, мохитомыз мықты қышқыл болып кетеді. Сол себепті тек қана жартысын алатын боламыз. Бізде дайын, енді барлығын блендерге саламыз. Блендердің кез келген насадкасымен естеңіздер болады. Енді үстінен дәм беру үшін мята саламыз. Және мен үстінен 100 мл су құямын. Сіздер құйсаңыз да, құймасаңыз да өз еріктеріңіз. Енді бұларды езетін боламыз. Маған осы блендердің осы түрімен қолданған ыңғайлы. Не қараңыздар. Енді бұларды кувшинімізге осылай сетіден өткізіп, тек қана сұйығы керек бізге. Міне қараңыздар. Енді бұның үстіне мята саламыз. Манағы алып қойған жарты лаймды осылай жіңішке етіп кесеміз. Бізге әдемілігі үшін қажет болады. Және де апельсин мен лимонның 1-1 бөлігін аламыз. Сонымен қатар 50 грамм қант қостым. Барлығын видеодағыдай осылай кесек-кесек қосамыз. Лаймды саламыз. Енді үстінен мұзымызды саламыз. Енді газдалған сусынымыздың кез келген түрін қолданамыз. Енді барлығын бір рет араластырып жібереміз. Бізде мохитомыз дайын. Жазда таптырмайтын сусын. Дәмі де керемет. Сусынды бірден ұсына берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.